Ассалаумағалейкум, ұстаз. Уағалейкум ассалам, бауырларым. Төрлетіңдер. Қателеспесем, Болат Сұлтанның ұлы Керей мен Барақ ханның ұлы Жәнібек сұлтандар емес пе? Иә, бойымдағы бар өнерді үйреттім. Енді сұлтандар білім алса деймін. Тағы бір айтарым, бұлардың мұнда келгенін ешкім білмеу керек. Түсіндім. Ал сұлтандар адамзат ақыл ойының бар қазынасы жиналған жер бетіндегі ең үлкен білім орнының бірі отырар кітапханасына қош келдіңдер. Білекті бірді, білімді мыңды жығар деген. Міне мынау адамзаттың екінші ұстазы өзіміздің Әл-Фараби шығармалары. Мынау Барзғандық Махмуд Қашқари, ал мұнда Баласығындық Жүсіп еңбектері. Сол жақта ғылымның серкесі Ибн Сина. Міне сіздерге керегі осы болар. Құтағыду білік. Анау сөрелерде Аплатон, Пифагор сынды Рум ғұламаларының кітаптары бар. Иә, бұл шығыстың шайыры Омар Хайям. Бірақ бұл кітапты оқу саған әлі ертелеу болады. Мұнау не өзі? Дәл қазір сен әлемдегі тепетеңдікті бұздың. Аспан әлемі туралы Ұлықбектің еңбектерін оқсаңдар, бәрінде түсінесіңдер. Ал жерге жақындап келе жатқан құйрықты жұлдыздың бетін қайтару туралы бұл кітаптарда ештеңе жазылмаған ба? Бұл сұрақтың жауабы бір Аллаға ғана аян. Өйткені аспан әлемінің біз білмейтін құпия сырлары өте көп. Айтқаныңды орындадым, әміршім. Елдің бірлігін жойып, берекесін кетірдім. Орданың шаңырағы шайқалып тұр. Сен Керей мен Жәнібектен көз жазып қалдың. Оларды қайткенде де табу керек. Сол екеуін қолдайтын бір күш бар екен анық. Түсіндім. Жер астына кіріп кетсе де табамын. Мына кітапта Ұлықбектің мыңнан аса жұлдыздың орнын белгілегені жазылыпты. Және ол Әбу Насыр Әл-Фараби бабамыздың еңбегіне көп сүйенген екен. Ол кісілерде көп ғылымды игеру қайда? Неге олай дейсің? Біз де жақсы білім алуға ұмтылуымыз қажет. Бүгінге жетер енді Керей. Біраз бой жазып, қала аралап келсек қайтеді? Сен бара бер. Мен әлі біраз отырып, мына кітапты аяқтап тастайын. Жарайды, өзің біл. Мен барып қаламен танысып қайтайын. Амансыз ба, бейтаныс ару? Кешіріңіз, сіз құмыра жасайтын шеберхананың қайда екенін білесіз бе? Білемін, бірақ есіме түспей тұрғаны. Мүмкін бір зат сатып алсаңыз, есіме түсіп қалар. Олай болса, мен сіздің мына гүліңізді алайын. Бұл гүл жарайды, сізге берейін. Иә, есіме түсті. Мына көшеге бұрылып тіке жүрсеңіз, алдыңыздан биік мұнаралы үй шығады. Сол тұстан шеберхана көрініп тұр. Рахмет сізге. Келіп тұрыңыз, мырза. Хоп! Айша?
Бұл кім өзі? Жігітім, жайма? Мен жай Айша керек еді. Айша ма? Ол келесі шеберханада. Айып етпеңіз, қателесіп қалыппын. Қабат деген ай, ыңғайсыз болды. Сәлем бердік. Қазір, күте тұрыңыз. Мен жаңа ою үлгісін жасап жатырмын. Былай, енді былай. Міне, дайын болды. Айша, мен... Әкеліңіз. Мінекейіңіз. Иә, бұл құмыра 6 жыл бұрын менің шеберханамда жасалған. Мұна жердегі бояуы кетіпті ғой. Бірдеңе тиген болар. Әйтпесе біздің бояуларымыз ғасырлар бойы өшпейді. Айша! Жарайды. Мен қазір жөндеп бере қояйын. Міне былай, содан соң былай. Құмыраңыз Айша! дайын болды. Ала қойыңыз. Жаныбек, сен мұнда қайдан жүрсің? Айша, мен сені іздеп келдім. Керейде осында. Мені? Қызық екен. Ал сенің өрнегің әдемі екен. Мен де жасап көрейінші. Қолыңнан келсе көр. Несі бар? Мен жақында ғана кітаптан оқыдым. Біздің жерімізге келген бір саяхатшы өнерімізге қатты қызыққан екен. Аты Мақрұм Полат екен. Марко Поло шығар. Солай болар. Міне Айша, дайын. О, шабытпен салынғаны көрініп тұр. Рас айтасың ба? Жоқ, ойнап айтам.